Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай жалқау пирожки пісіретін боламыз. Өте оңай, жылдам дайындалады. Ешқандай қамыр ашытып керек емес. Жалпы менің каналымда өте жылдам, оңай дайындалатын тағамдардың рецепттері өте көп. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен осылай керекті ингредиенттерінің барлығын дайындап алдым. Сіздерге түсінікті болу үшін. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен айранды ыдысымызға құйып, оның үстіне бір жұмыртқаны жарып салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Ендігі кезекте тұз бен қопсытқышты саламыз. Әр салмасын салған сайын осылай араластырып отырамыз. Екі ас қасық сұйық май құямыз. Үккіштен өткізілген сырды салдық. Піскен жұмыртқаны турап саламыз. Майдалап туралған колбасамызды саламыз. Және көк пиязымызды саламыз. Барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Ең соңында ұнды салып, тағы да араластырамыз. Міне осындай қоюлықта шығу керек. Табаға майды құйып, майды қыздырып, қасықтың көмегімен осылай құйып шығамыз. Және орташа отта қуырамыз. Бетін жауып қуырған дұрыс. Осылай шамалы көтерілген кезде екінші бетіне аударып, екінші жағында қуырып аламыз. Түскі асқа осылай дайындасаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Көп уақытыңызды алмайды. Міне біздің жалқау пирожкиміз дайын. Өте оңай және тойымды, ортасын бөліп көрсетіп жатырмын. Қандай әдемі. Жеген кезде бутербродтың дәмі шығады. Осылай қаймаққа қосып жесеңіздер де болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.